мысалы өркениет деген нәрсе, көп айтады ғой, цивилизация, өркениет деген нәрсе, бұл адамның жауыздығының дамуы, адамның жер ананың түбіне жетуі, өркениет. Ал енді қазақ далада, сен маған салса, мен саналы адам ретінде, Homo sapiens ретінде, өркениетке мүлде қарсымын. Мен табиғи кезде, осыдан 1000 жыл бұрын ата-бабамыз қалай өмір сүрді, солай өмір сүрген қалар едім. Қиын болса да. Өйткені болашағым ұзақ өмір сүру үшін. Біз жердің астында құрттық, жердің үстінде құрттық, табиғатта да құрттық, жердің тағдыры қыл ұшында тұр қазір. Мысалы, ол жайлы Леонардо Ди Каприо өте ғылыми немелер жасады, фильмдер түсірді. Қазір G8, мысалы, немені көтергісі келеді, ғаламдық жылынуды да. Оған Трамптар, мына жойқын елдер мүмкіндік бермейді. Жердің тағдырының қыл ұшында тұрғанын айтқысызбайды адамдарға. Леонардо Ди Каприо соны басқарады. Климаттың өзгеру үлкен бір қауіпсіздік. Былай қандай өркениет адамзаттың емес, жалпы тіршіліктің қасіреті. Өркениет деген. Сонда біз бұрынғы жабайы жағдайда қалу керекпіз бе? Жабайы емес, неге жабайы деп адамдар? Адам, мысалы, табиғатта етен өмір сүре алды, жарайды. Медальдің екі жағы бар деп. Сонда өркениеттің біз бір жағын кино, анау, техника, айфон бәрін пайдаланамыз да, екінші жағы ол... Жоқ, мұнаның бәрі, мысалы, шын, егер саналы түрде. Біз, мысалы, мен бүйтіп айтам, біз тарихын зерттеу дегенде, біз көп саққа барып тірелеміз. Саққа барып тірелмеу керек. Тарихын зерттеген адам, өз тарихын білгіскен адамды 200 миллион жылдан бастап, сүт қоректілерден бастап, адам қалай болды, оң кейін бер қарай, өңгірдегі адам қалай пайда болды, жер бетіндегі тарих, соны зерттесең, сен тарихыңды білесің. Адам өзін зерттеген кезде біз меланхолик, сангвиник деген бірнекелерді айтамыз. Бір сантиметр ғана жерге кіргенімізді, ары қарай хордовыйдан бастаса, оң кейін қосмекенділер қалай пайда болды, сүтқоректілер қайда, соны білсең, сен өзіңді білесің. ДНК-ңды, хромосомаңды, өзіңнің клеткаңды, прокоректі білсең, сен өзіңді білесің деген сөз. Жалпы, енді былай кішкене жерден көтеріліп, жерге қарасаң, біз табиғатпен етен өмір сүруді үйрендік, малды, мысалы, қол үйретіп үйрендік, сол қалпында қалған кезде адамзат ұзақ өмір сүретін еді. Өркениет адамзаттың, мысалы, сіз қалайсыз, 100 жылдан кейін адамзаттың жоқ болып кеткен. Мысалы, болмаса 50 жылдан кейін. Сондай қауіп бар негізі. Ары кеткенде 50 жылдан кейін жердегі жалпы цивилизация емес, жердің құрып кету қаупі тұр. Ол жайлы, мысалы, нағыз ғылыми документальный ғалымдардың фильмдерін көрсеңіз, ғылыми фильмдер, сол кезде көзіңіз жетеді. Жердің тағдырының қыл ұшында тұрған. Мысалы, мына атомный бомбаларды испытание жасаған кезде 80 жылдары жер осыдан тайып кете жаздаған. Сол кезде ғалымдар шу ете түсті. Жер сілкінген кезде енді андай сондай керемет жойқын бомбалар жасады. Енді бір осындай испытание болса, жер осыдан тайып кетеді, бітті, ақыр заман болды деген сөзді. Одан басқа жердің астында құрып тастадық. Біз мысалы, менің алдыма қойсын, Ахметбек, не мынаны пайдаланасың, көлікті, самолетті, машинені, телефонды пайдаланып өмір сүресің, бірақ өмірің ары кеткенде 10-20 жылдан кейін жоқ болады, бала шағаның бәрі. Болмаса сен ата-бабаң сияқты аттың үстінде кигіз үйде көшіп жүресің десе, бірақ аман боласың. 1000 жыл, 100 жыл, мысалы, мен немерем қазір, мысалы, айталық, 3-4 жаста да, сол шөберем пайда болады. Солардың өмірі үшін сен анда барасың десе, мен оны таңдап алатын едім. Мынансыз да өмір сүруге болады. Тіршілік маңызды, комфорт маңызды емес. Сондықтан адам, саналы адам дейді, саналы емес, біз жалмауызбыз. Сонда адамдар шошқа сияқты айтырына каретадағы тамақ болса болды, басын түсірді, ешкіне қарамайды. Жоқ, шошқа адамға қарағанда миллион есе жерге пайдалы. Мысалы, менен жерге пайда жоқ. Сізден де пайда жоқ, жерге, планетаға. Біздің пайдамыз, біз өлген кезде бір 70 килограмм тыңайтқыш. Басқа біз жердің ресурсын жеп жатқан жалмауызбыз. Мысалы, мен өмір сүру үшін жерден қанша бензин жағылады, қанша жылу. Мысалы, мына ғимарат жылып жатырмыз, дүкендер жылытады, метро, самолет жасау үшін жердің астын қазып, біз жерді құртып жатқан раковый клеткамыз. Ал шошқаны алсаң да, қойды алсаң да, мысалы, далада жүрген аңды алсаң, ол шөпті жейді. Басқа ешқандай зиян жемейді, шөп жегеннен кейін, өлгеннен кейін ол тыңайтқыш айналады. Ал шөп қайтадан өседі. Қасқыр жаңағыны жейді, ол өледі. Олар жерге, бүкіл жер бетіндегі басқа тіршілік жерге 1 грамм
пайда зиян тигізбейді, тек қана пайда тигізеді, тыңайтқыш ретінде. Ал адам жерге 1 грамм пайда тигізбейді, тек қана біз жердің ресурсын, мысалы мен миллион қасқырдың ресурсын пайдаланамын, бір адамның өзі. Сонда шешім қандай? Шешім жоқ. Бүкіл адамзаттың санасын көтеру. Мүмкін емес. Ол қиял ма? Қиял. Өкінішке қарай, енді былай ғылыми түрде шындық. Бұны адам кішкене бір 5 минут болсын мынаған сырттан қарай алса, адамда берілген қасиет бар ғой, сана деген. Адамда хайуаннан артық 4 қасиеті бар да. Ерік жігері бар, кейде мысалы мен ішпеймін деген нәрсені ішпей, жемеймін деген нәрсені жей аласың, жемейге тоқтайтын ерік жігері бар, жетілсе. Ұяты бар, мысалы малды қанша тәрбиелесең де көрінген жерге дәрет сындыра береді, жыныстық қатынасына түсе береді. Адамда ұят бар да. Соңен адамда немене бар, қиялдау бар. Мына миы жетіліп кеткеннен кейін жоқ нәрсені қиялдап, самолет жасап шығардық, телефон жасап шығардық, табиғаты жоқ нәрсені. Соңен адамда сана деген нәрсе бар, сознание. Сол сана деген өзіңді сырттан қарай алу. Мысалы екеуміз отырмыз, мен сырттан қарай аламын. Мен сыртта отырмын, креслода, қолымды бүйтіп отырмын, мынаны айтып отырмын, мынаны үйтіп отырмын деп саналы түрде. Сол санамызды пайдаланып, сырттан қарасақ адамға, шындығында да жер бетіндегі адам жалмауыз, бірін-бірі миллиондап қырып жатыр, жер ананың ресурсын жалмауыздықпен, сондай жойқын неменемен өзінің біраз уақыт үшін соны құртып жатыр. Одан бас тарту қазір мүмкін емес. Адамы көрсетсе сенбейді. Міне жердің ресурсы бітті. Оны ғалымдар, әлемдегі осы физик ғалымдар, бұны баяғыда дәлелдеп қойған. Жердің ресурсының бітіп бара жатқаны, мына жылу қабатының нетіп кеткен. Мысалы қазір Антарктидада мұзды мұхит еріп, мұздар келіп, ағайулар теңізде, пингвиндер теңізде жатыр да. Осы үрдіс жалғаса берсе, бір 20-30 жылдың ішінде жердің тағдыры бітеді. Сонымен бірге біз өзіміз ғана зұлымдық жасап қойып отырған жоқпыз. Жер бетіндегі бір түр тіршілік иесінің бұған кінәсі жоқ. Біз солардың да түбіне жетіп жатырмыз. Жетуін жеткізіп тастадық, 70-80% қырып тастадық.